Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай очень нежный печенье дайындаймыз. Дайындалуы өте оңай. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет. Бұл ингредиенттер барлығы үйде бар. Бір жұмыртқа, сахарный пудра 100 граммдай, немесе 50 граммдай болады салуға. Бір чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Араластырамыз барлығын жақсылап. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін бір чайный ложка шым-шым тұз. Сосын ұн, қамыр жасаймыз. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Содан кейін пергаментный қағазға осылай шариктап печеньеларды қоя бастаймыз. Жүз 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз духовкада. Дайындап көріңіздер, өте оңай. Менің каналыма тіркеліңіздер.